Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге Алмасбек. Бүгінгі біздің бағдарламамыз өткен жолы Амангелді Құрбанұлы Саданов, академик Садановтың айтқан айдарының аясында дүние де сол, мал да сол, ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді. Осы орайда бізге бүгін офисімізге келіп отыр Сәкен Сейфуллин атындағы университеттен Дарима Жеңісхан. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің қауымдастырылған профессормын. Жеңісхан Дарима. Дарима Жеңісхан және өзімен бірге шәкірттерін ала келіпті. Арайлым Аббозова, магистрант 2-ші курс. Қарындасымыздың зерттеп жатқаны ол ауыл шаруашылық кооперативтерінің дамуы. Сол бағыт екен. Және Жанұя Жакупова. Ауыл шаруашылығындағы инновация ма? Пақ шіркін, вообще қандай тақырып керемет. Себебі бұл мен шәкіртім, бұл кісі қазіргі ауыл шаруашылық өнім өндірушілерін инновациялық бағытта дамыту мәселелерін қозғағысы келеді. Германияда өзінің тәжірибесі бар. Германияда барып келген, сол жақтан көріп келген тәжірибелері бар. Ал Аббозова Арайлым ол зерттеу жұмысын мал шаруашылығымен жүргізген. Бакалаврда оқыған кезде қазір ауыл шаруашылығын саласын, мал шаруашылығындағы кооперацияларды құру, олардың тиімділігі қандай, соны біз зерттеу арқылы осы ауылдық аумақтардағы тұрғындардың әлеуметтік жағдайын, экономикалық жағдайын, жалпы тұрмыс сапасын жақсартуға үлес қоссақ деген осындай ойымыз бар. Осындай зерттеу жүргізіп жүрміз. Енді біріншіден келгендеріңізге рахмет. Мен өзім ғылым десе, білім десе өте қатты сыйлаймын, құрметтеймін. Сол ғылымның арқасында жаңағы Алмасбек болып жүрген жағдайымыз бар. Сондықтан да пікір алмасуға, осылай ой бөлісуге дайынбыз. Енді қазір сіздерде қандай ойларыңыз бар, қандай жоспарларыңыз бар, қалай бірге әрекет етеміз? Мысалы, кооперацияны дамыту бойынша арайлымға хабарласуға болады, кооператив ашқан, ұйымдастырғандар болса, инновация жөнінде енді бізде жаңағы шаруашылықтар сонда инновациялық бірдеңені қолданамыз десе, соның ішінде мал шаруашылығындағы инновация ма? Или жалпы инновация ма? Жалпы инновациялар. Онда жаңағы битсек, сіздер әркім өз кейстарыңызды бір қысқаша бір 5-5 минуттан айтып өтсеңіздер, содан кейін оны ары қарай талқылайық, одан кейін мүмкін бір ортақ жасайтын бір жоспар болып қалар, бірдеңе болып қалар, қалай қарайсыз? Енді өзіңіз бастаңыз. Енді мен өзімнің зерттеу жұмысымды 2004 жылдан бастап келе жатырмын. Бұнда 2004-те бастаған кезде халықтың инфрақұрылым мәселесі өте күрделі болып кетті ғой. Сондықтан ауылдық елді мекендердегі инфрақұрылымдарды жақсарту мәселесін қолға алдым. Бұл қалаға жақын орналасқан ауылдық елді мекендерде қалай инфрақұрылым, аз қалған ауылдық елді мекендерде инфрақұрылым мәселесі қандай, осылардың бәрін салыстырдым. Сонымен әрине инфрақұрылым айырмашылық қандай екен? Айырмашылығы қалаға жақын орналасқан елді мекендерде инфрақұрылым жақсы. Алыс қалған елдерде жақсы инфрақұрылымдар бар, бірақ олар уақыт өте келе халықтың халық азайғаннан кейін ол сапалы инфрақұрылымдар өзінің сапасын жоғалта бастады. Өйткені күнделікті тұтынбаған мектептер, күнделікті қараусыз қалған денсаулық сақтау объектілері, медпункттар өзінің құнын, сапасын төмендете бастады. Өйткені ол қараусыз. Олар бұзылып қалды. Қараусыз болғанда оны ауылдардың бұл адамның санының азаюы, халықтың кетуі, соответственно, оған қаржыландыру жағы бөлінбеуі, халық саны азаюына байланысты қараусыз қалған объектілерге әрине халық болмағаннан кейін ол қаржыландырылмайды ғой. Сондықтан халық саны күрт азайып кеткеннен кейін бұл инфрақұрылымды тұрақты ұстап тұру қиындай түсті ауылдық елді мекендерде. Бұл халық неге азайды? Халықтар әрине тұрақты табыс көзі үшін ірі қалаларға көше бастады. Сіздер соны зерттедіңіздер ме? Неге адам көшіп отыр дегенге? Мен оны зерттеп, мен 58 параметр бойынша оны зерттеу жүргіздім. Ең басты, ең маңызды топ 5 па, 10 ба? Ең басты, бірінші? 4 фактор, 58 индикатордың ішінде 4 негізгі көрсеткіш осы халық санының азаюына алып келген көрсеткіш болды. Бірінші, бұл мектептер, сапалы мектептер,
сіздің зерттеуіңізге сүйенсек, сонда бірінші маңызды что білімге бола кетті ма сонда? Білім беру мекемелерінің азаюы, кадрлардың азаюы, содан кейінгі үшінші көрсеткіш мына жоқ, кадрлар дегеніміз ол жұмыспен қамту ғой. Мына кадрлар деген денсаулық сақтаумен денсаулық сақтау саласындағы сапалы қызмет дейміз. Қараңыз, бірінші сонда елдің көшіп жатқаны бала шағама білім. Бала шағама дұрыс білім, сосын ауылдағы адамдарға денсаулығын қаратуға қажетті амбулаториялық мекемелермен сондағы қызмет көрсететін денсаулық сақтау саласының мамандары. Қызмет сапасы, әлеуметтік қызметтердің сапасы. Қызмет сапасы. Екінші сол, үшінші мектепті жаздыңыз, бірінші білім дедік қой. Білім болғаннан соның. Сосын әлеуметтік сала, қызметкерлер дегенде екінші жазды. Сапасы бұл кадрлары ғой, сол мектептің кадры, екеуін де қосылып кетті. Екі көрсеткіш денсаулық сақтау саласы мен білім беру саласының сапалы кадрлары дедік, оны жазып қойдық. Енді үшінші көрсеткіш бұл ауруларды қабылдайтын амбулаториялық мекемелердегі орындардың санының жеткіліксіздігі. Осы үш көрсеткіш. Енді осы себепті халықтардың көші-қоны үшіншіні қараңыз. Сонда денсаулық дейміз ба, қалай дейміз бұны? Денсаулық сақтау мекемелерінде денсаулық сақтау мекемесінің қызметі? Денсаулық сақтау мекемелеріндегі амбулатория. Қараңыз, сонда сіздікіне сүйенсек, бірінші білімге бола, менің балама сапалы білім керек. Сол үшін керек болса Астанадаға барамын, сол үшін керек болса Америкаға да барамын. Бір. Екіншісі, әлеуметтік қызмет сапасы. То есть мектептегі ұстаздардың бұл да қайтадан білімге жақ. Білімге келеді, сосын денсаулық сақтауға тағы да келіп тұр. Денсаулық сақтау. Сонда екі позицияны қосуға болады ғой бұны. Болады, әлеуметтік сала қызметкерлерінің сапасы. Екіншісі денсаулық дейік. Денсаулық қызметі сапасы, денсаулық сапасы жақсы. Мына ауырып келген адамдарды қабылдайтын амбулаториялық орындардың жеткіліксіздігі. Үшінші орындары деп айтады ғой қазір. Үшінші сол болып тұр ғой. Мысалы мен ауруханаға ауырып келдім, орындары жеткіліксіз. Сонда сіздің бірінші зерттеуіңіз, кешірім сұраймын, сөзіңіз бөлінді, сіздің бірінші зерттеуіңіз әлеуметтік болып тұр ғой. Бұл жерде экономика есептелмеген ба? Экономика жаққа көңіл аударған жоқсыз? Аудардым. Мен үш параметрлерді былай бөлдім де, экономика, экология, әлеуметтік сала, инфрақұрылым деп бөлдім. Экономикада не бірінші болды? Экономикада бұл жерде жаңағы қанша өнім өндірілді, қанша қызмет көрсетілді, одан түскен табыстардың деңгейі қаншалықты. Табыстар, алған табыс ауылдық елді мекендердегі халық санының азаюына әсер етті ме, әсер еткен жоқ па? Жұмыс орындары қандай, жалақы қандай, олардың барлығын қарастырдым. Жалақыдан болып көшіп жатыр ма? Тұрақты жұмыс орындарының болмауынан көшіп жатыр ма? Не себепті көшіп жатыр бұлар деген сияқтыға бәріне назар аудардым мен. Қосымша жұмыс орындары да ашылды. Осы жасаған жұмысыңызбен қалай танысуға болады? Ол ашық ақпарат көздерінде бар ма? Ашық ақпарат көздерінде бар. Мен өткен жылы мақсатты бағдарлама, қаржыландыру бағдарламасы деген Минсельхоздың бағдарламасында жұмыс жасадым. Сол кезде отчеттарды тапсырдым. Отчет жазған кезде ол индикаторлардың барлығын көрсеттім. Осы отчет ашық түрде ол министрлік, ауыл шаруашылығы министрлігі не ұсынылған. Сол жерден сіздер таныса аласыздар. Сілтемесін бірдеңесін бере аласыз ба? Біз өзімізге салып қояйық, басқа да оқып қызығатындар болса көрсін. Осы оны отчетымды да жалпы бере аламын, сосын рекомендациямды да бере аламын. Рекомендациямен жазып отырғанда осы рекомендацияны да бере аламын. Қараңыз, сіз жаңа 4 группаға бөлдіңіз, 4 группа деген дұрыс па? 4 не дедіңіз? 4 бағыт? 4 бағытта қарастырдым. Бірінші бағыты ол экономика, екінші бағыты әлеумет, үшінші инфрақұрылым, төртінші не болды? Экология. Экология бар, Мына жерде әлеуметтік инженерлік инфрақұрылымды бір көрсеткіш ретінде қарастырдым. Демографияны қарастырдым, экономиканы қарастырдым. Содан кейін инфрақұрылымды айттым, Сіз бірге қосып жібердіңіз ғой. Экономика, инфрақұрылым бәрі. Экология, экономика.
Жақсы. Осының ішінде басымдылық қайсында деп басымдылық ойлайсыз? әлеуметтік жаңағы ең негізгі әсер етуші қандай фактор деп көрсеткен кезде осы әлеуметтік инженерлік инфрақұрылым топтамасындағы көрсеткішке, жаңағы 4 көрсеткішке тоқталып тұрды. Инфрақұрылымдық. Иә. Дұрыс дегенде қараңыз, мен анада не жасадым, әлеуметтік сауалнама жасадым. Сонда бізге 3000-ға жуық адам жауап берді. Қазір енді оны бірден аша алмаспыз. Көріп келе ғой соны жақта не екен. Сонымен сол жерде бірінші орынға инфрақұрылым шықты менде де. Шамаменен 60-70% инфрақұрылым. Сонда керек ең ішіндегі бастапқысы байланыс, интернет. Әрине. И одан кейін қалғаны. Қарап тұрсаңыздар, соңғы 10 жылдың ішінде интернет көзге ілінбейтін мәселе бірінші орынға шығып кетті. Себебі мектептерге барған кезде, неге балалар кетіп қалып жатыр, неге кадрлар сапалық, оны ары қарай қарастыратын болсақ, неге мектепте кадрлар, сапалы кадрлар қалмайды? Себебі олар оқушылармен жұмыс жасау үшін, белгілі бір жобаларын қалаға жіберу үшін интернет керек та. Әртүрлі шараларды өткізгісі келеді, балаларды жақсы қылып дайындағысы келеді, бәрібір интернет келеді. Өте жақсы жоба дайындалды, міне осындай уақытта тіркеу керек, ол тіркелінбей қалды, онда интернет мәселесі. Міне осыдан болып балалар қалаға кетеді, соның мықты өзінің ұстаздарының артынан қалаға кетуі мүмкін, сапалы білім алайын деп қалаға кетуі мүмкін, нәтижесінде уже мектептер жабылады. Бүгін күнде естіп жатсыңыз ғой, жаңалықта осыдан 2-3 күн бұрын Бағдат Мусин, жаңағы цифрландыру министрі, сол әрбір, енді шамамен қателеспесем, ауылдағы, шалғай ауылдардағы әрбір мектепке ана Starlink'тің интернетін қоюға шешім қабылдап жатыр, уже алып келіп орнатып жатыр. Сол сәл де болса тежейді деп ойлайсыз ба, или бұл үрдісті тоқтату мүмкін емес па уже? Урбанизация үрдісін айтып отыр. Урбанизацияны тоқтатудың үрдісін дұрыс, бұл бір ғана элементі. Ең негізгісі бұл жерде бір ғана элементі болғанда бұл маңызды элемент екен. Маңызды элемент. 10 жыл бұрын көзге ілінбейді, бүгінде өте маңызды. Енді толықтырайын дегенім, бұл жерде мысалы ауыл шаруашылығындағы кәсіпкерлер өздері жаңағы субсидия басталады, міне бүгін ашылды, бүгін жариялады, тапсырыс беріледі. Ол бір 10 минут өтпейінше бітті, уже база жабылып қалады. Бәрі толып кетеді, қалғандары бере алмай қалады. Неге? Себебі интернет желісі қызметті ала алмай қалады. Ала алмай қалды. Оның негізгі себебі ары келгенде интернетке барып тіреледі, міне осындай жағдайлар. Сондықтан мен көрсетіп отырған жаңағы ауруханадағы ауруларға төсек орындардың жетіспеушілігінің өзі инфрақұрылымға жатады, былай қарағанда. Сервистік қызметке жатады. Мысалы мен ауырып тұрмын. Электр жарығының болуы, болмауы, тұрақты болуы. Ол сервистік қызметтер, жаңағы олардың барлығы интернетке, неге инфрақұрылымға келіп тұр ғой, өзіңіз көріп отырсыз, әлеуметтік сауалнамадан да айтып отырсыз, жаңағы инфрақұрылымға келіп тіреледі деп. Осы мәселені енді біз қалай шешеміз? Біз өткенде үкімет сағатына мен бардым. Бұл жерде көп мәселелер талқыланды. Ондағы біз ауылдық аумақтарды дамыту үшін ең біріншіден халық санын көбейтуіміз керек деген сұраққа тоқталды. Ең бірінші сіз демографияны қалаға көшу несінің бір ретінде көрсеттіңіз ғой жаңағы. Қалаға көшу себептерінің бірі демография деп жағы. Демографияны, бір осы халықтың азайып жатқан себебі бұл мүмкін демографиялық өсімнің төмендеуінен шығар деп те зерттедім. Тежеу деп ойлайсыз ба? Мүмкін, мысалы өзіңіз білесіз, Шығыс Қазақстанда, Солтүстік Қазақстан, Қостанай облысында ауыл халқының саны өте азайып бара жатыр. Ауылдық елді мекендер бос қалып жатыр. Біздің шекаралас ауылдарымыз тіпті саяси мәселе деп айтсақ та болады да, шетелдерден кіру мәселесі өте қауіпті, өзіміз төндіріп тұрмыз. Сондықтан негізгі мақсат шекаралас аудандарда халық санын көбейту мәселесін үкімет сағатында соны қарастырдық та. Енді қалай ауылды дамытамыз? Ауылды дамыту үшін бірінші сол халықты топтастыру, халық тығыздығын арттыру, содан кейін инфрақұрылым өздігінен дамиды деген ойға келіп отырмыз да. Ол халықты тарту үшін тұрақты жұмыс орындары керек болып тұр ғой енді.
мысалы жастарға айтамыз, арайлым ауылға барасыз ба, және ауылға барасыз ба, жоқ, ол жерде жұмыс жоқ, ол жерде инфрақұрылым жоқ, ол жерде анау жоқ, мынау жоқ. Бірінші жұмыс жоқ па, жоқ Иә. әлде инфрақұрылым жоқ па? Инфрақұрылымға көбінесе тірелетін. Мысалы Германияда менде аграрлық саладағы практика болған. Мен ол жерде орман ішінде жұмыс істеген болатын. Бірақ қай жерде тұрсам да барлық жерде интернет жасады. Өте жақсы істеді. Ешкім ешқай жерде Қараңыздар, сіздің ойыңызша инфрақұрылым ба, жоқ жұмыс орны ма маңызды? инфрақұрылым. Қараңыздар, инфрақұрылым бар, 5G істеп тұр, бірақ егер айлығың дұрыс болмаса, дұрыс төленбесе, қалай ол болады? Бірақ интернетті де қиын болады. Но интернетті төлеу үшін де қаражат керек. Егер бюджетіңіздің жаңағы табысыңыздың, білмеймін, 10, 15, 20% интернетқа кетіп жатса, сонда не болады? Иә, бұл жерде бір паритетті нету өте аккуратны болу керек бұл жерде. Мысалы, қазіргі кешірім сұраймын, бұған жаңағы тезисіма тағы бір мынандай аргументті, мұнайшылар болып кетіп жатыр. Анау Шығыс Қазақстаннан Батыс Қазақстанға барып жұмыс жасап, 15 күн жұмысын істеп, то есть ұшақпен қайтып келеді, немесе темір жолмен қайтып келеді. Бірақ о жақта төленетіні шамамен енді 300 мың теңге, 400 мың теңге, ол айлықтың жоғарысы. Ол Шығыс Қазақстанда ондай айлық табылмайды. Сонда ол еңбек ақыға барып тұр. Олар барған жерде инфрақұрылым қандай екен? Инфрақұрылым мұнайшылардікі қандай? Жұмысы ауыр. Олар жүрген жерде интернет бар ма, жоқ па? Олар ен далада, ана жағы мұнай, газ таситын құбырлардың бойымен, олар күнделікті балалармен сөйлесе ала ма, сөйлесе алмай ма? Сондықтан бұл жерде инфрақұрылым маңызды ма? Жоқ, не маңызды ма? Жұмыс орны ма? Жақсы, жоғары төленетін жұмыс орны маңызды ма? Осы дилемма. Иә. Айтайын ба? Сіздің ойыңызша? Кеншілерге Кеншілерге менің интернеттің қажеті жоқ деп ойлаймын. Да. Ол не адамның жасайтын жұмысына байланысты емес па? Ауылда если в основном жұмыстарын интернет арқылы жасалатын болса, онда ол керек. Арайлым, кеншілер емес, бізде қазір бізді отырған осы жерде малшыларды көреді, малшылардың әйеліне Инстаграм мен WhatsApp болмаса, ол бармайды. Осы жерде менің жұмысым жазып жатқан. Өйткені, когда біз кооперацияларды біріктіру жұмыс жасағанда, олардың өздерін рекламировать ету керек болады. Ал ауылды жерде егер интернет жұмыс жасамаса, олар оны сіз айтқандай ары қарай жалғастыра алмайды. То есть олар жұмыстарын рекламировать ете алмайды, или болмаса ары қарай жүргізе алмайды. Саудасын жасай алмайды, көмек сұрай алмайды, бірдеңе жасайды. Сондықтан инфрақұрылым все-таки басым дейсіз ғой? Солай ма? Ауылдың өзінде. Енді мен бұл кісілердің ойларын жоққа шығармаймын, бірақ жұмыс орындары ең бірінші сапалы жұмыс орны, жоғары төлемді, тұрақты жұмыс беретін осындай жұмыс орындары ең бірінші орында екендігіне мен енді сеніммен айта аламын. Себебі сіз инфрақұрылымнан жоғары қояр ма едіңіз? Тұрақты жұмыс орындарын ең бірінші орынға қояр едім. Егер табыс болмаса, онда интернет қолдану, олардың барлығына ақысын төлеуге тура келеді. Бұл жерде қызметке оны сіз егер тұрақты табысыңыз болмаса, ол қызметтерді қалай сіз қол жеткізесіз. Сондықтан біз бірінші инфрақұрылымды дамыту керек деген ұсыныстарды жасаған кезде ол болды. Ауылдық аумақтарда мен апарып көрсетті. Бұл жерде мектепте бар, ауруханада бар, маманда бар, барлығы бар, бірақ жұмыс орындары жоқ. Сондықтан адамдардың көбі кетіп қалды. Кетіп қалғаннан кейін тұрақты табыс табу мақсатында экономикалық белсенді халықтың көбі қалаға қарай қоныс аударды. Ол жерде сосын сапалы жолымызда, интернет жаңағы
ауруханамыз, мектептеріміздің барлығында сұраныс болмады, халық азайды. Одан кейін жаңағы өзінің ақырын күнделікті жаңағы тұтыныс болмағаннан кейін, оған жөндеу жұмыстары жүргізілмегеннен кейін уже өзі сапасын төмендете бастады. Көрдіңіз ба? Мен сіздің жаңа осы ойыңызды кездестім. мынаумен толықтырсам, тіпті осы урбанизацияның триггері ең бастапқы бұлай қозғаушысы болды. Қараңыз, бұл урбанизация басталмай 90-шы жылдар инфрақұрылым барлық ауылдарда толық болды. Интернет қана болған жоқ, сапалы мектеп, сапалы денсаулық, басқа қызметтер, полиция, әкімшілік барлығы болды. Бірақ ауылда табыс болмады. Ел сол табыс іздеп кетті. Сондықтан да бұл орайда мен сіздің ойыңызбен енді басымдылық беремін де, шынымен де бірінші бұл жұмыс орны. Жұмыс орны болғаннан кейін біздің жастар қазір Англияға барып бүлдірген жинап жүр. Былай қарасақ. Не олар қарасаңыз сондайда көп те емес, бірақ жаңағы сол жұмысқа бейімділік беріп жатыр. Бірақ жұмыстың жеңілдігі бар. Сондықтан солай ма деп мен сіздің жаңағы позицияңызбен осы орайда келісермін. Енді осы біз тұрақты жұмыс орындарын осыны айттық. Енді біз өткен жылы мынау ұсыныста да жаздым мен отчетта, әрбір ауылдың техникалық картасын дайындап, сол ауыл белгілі бір өнім өндіре алады. Біздің Қазақстанның кез келген ауылында белгілі бір өнім түрін шығару мүмкіндігі бар. Сол себепті кез келген ауылдың техникалық картасын дайындап, өнім өндірудің қандай мүмкіндігі бар екен, соны мүмкін құрамыз. Оны ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері өткенде үкімет сағатында біздің ұсынысымызды қолдады, айтып отыр. 5 ірі сүт зауытын саламыз, бұл тұрақты жұмыспен қамтамасыз етеді деді. Үкімет сағатында айтылды. Бұл солтүстік Қазақстан облысында салынып жатыр деді. Міне бұл сүт зауыты салынатын болса, әрине сүт фермасы салынатын болса, әрине бұл солтүстік өңірге тұрақты жұмыс көздерін қалыптастырады, халықты тұрақтандыруға, урбанизацияны төмендетуге мүмкіндік берер еді. Бірақ мен ойлаймын, өткен жылы... Ол сүт фермасында онда бұлай сұрақ болсын. Мен сізге сұрақ қойсам, давайте. Мен өйткені кооперацияларды құру масштабтық жоба Жамбыл облысында жүргізілді ғой өткен жылы. Содан кейін күздің кезінде Жуалы ауданындағы 5 ірі сүт фермасының өнімдері өтпей, олар өте шаруалар, жаңағы фермерлік шаруашылықтың иелері, кооперативтердің иелері өте сондай қаржылық шығынға ұшырады, былайша айтқанда. Сонда біздің мемлекетте осы өнімдерді экспортқа жылжытуға сондай қауіп төнбей ма бұл жерде? Мысалы, солтүстіктен біз сүт фермаларын аштық дейді, өнімдерді өндірдік, сапалы өнімдерді жасадық, барлығы жақсы, өнімдер барлығын өндіріп жатырмыз. Бірақ бұның экспорттық әлеуетін мемлекет тарапынан арттыра ма, бар ма дейсіз ба? Жоқ па, бар ма? Сондай сұрағым бар да, мен осы салынды дегенде, Жуалы ауданындағы жағдай қайталанбай ма? Бұл мемлекеттің қаншама қаражаты текке кетпей ма? Жуалы ауданындағы 5 сүт зауытының өнімдері өтпей жатыр, мына жақтан мына жақтан ашып жатыр. Ол қаншалықты тиімді болады? Қараңыз, бұл үлкен жоба деп басталады. Осы үлкен жоба басталғалы мен бұған қарсы болдым. Негізі бұл неден туындап тұр? Бұл туындап тұр біздің ішкі нарықта азық-түлік қауіпсіздігі бар ғой. Азық-түлік қауіпсіздігі бойынша ішкі нарықта кез келген жаңағы әлеуметтік значимый әлеуметтік маңызды тауардың 75-85% сол елде өңделу керек, сол елде шығу керек. Бізде сүт, қателеспесем, 30% елімізде өңделеді. Қалған барлығы импорт. Соны көрді де біз азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек деп, осы орайда жаңағы соған қыруар қаражат көзделіп жатыр. Әр жерде триллион ақша. Бірақ кез келген әрекеттің бір өзінің экономикалық негіздемесі болу керек. Мынау азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін деген ұранға бұл жақсы, бірақ бұның экономикасына келсек, ол сондай жақсы емес. Неге? Біріншіден, менің айтатын дәлелдерім, жаңағы сүт фермасында бірінші шығатын өнімі. Жаңағы сүт фермасына, Қазақстандағы сүт фермасынан шығатын өнім 200 теңгемен шығады.
мына Ресейдегі соғыс басталып кеткеннен кейін Ресейде де сондай баға болған. Ресей мен Украинаның соғысы басталғаннан кейін Ресейдегі сүтті әлем сатып алуды тоқтатты. олар Иә, бізге жіберді. иә, олар алды да бүкіл сүтті бізге құйды. Ресей, Белоруссия, Қырғызстан. Негізі былай болатын. Бұрын Ресей өзінің бүкіл өнімін алады да әлемге сатады. Сондықтан ол жақта да 200 теңге әлемдік баға болды. Әлемге сатады. Белоруссия мен Қырғыздікін арзанырақ алып, өзінің елін асырайтын. Қазір әлем жабылды. Россияның өзінде ана кептірілген сүттің өзінен уже шіріп бара жатыр. Қайда барарын білмейді. Қоймалар толып кетті. Мына жақта Белоруссияға да эмбарго. Мына жақта Қырғызстан оны ешқайда сата алмайды. Осының үшеуі алды да қазақтың нарқына құйды. Құйғанда бүгінгі күнде олардың беріп жатқан бағасы қазақтың сүтінің бағасынан 2 есе арзан. Экономикалық негіздеме жоқ. Бұл Ресейдің соғысы әлі 5 жыл бола ма? Әлі бұл халықаралық деңгейде бұл әсер ете ма? 5 жыл бойы бұл жаққа қаражат салдың деген, осыдан босқа жібердің деген сөз, ысырап қылдың деген сөз. Бұның ар жағында біз ол қаражатты шетелден аламыз, елдің ішінен аламыз. Ол қаражаттың құны бар. Ол қаражаттың құны мына жобалардың барлығы, қазіргі сүт фермаларының барлығы өзін-өзі экономикалық тұрғыда ақтамайтын жобалар. Сондықтан бұған қаражат салуға болмайды. Категорически болмайды. Бірақ өкінішке орай. Өйткені ол мемлекетте уже көп, біздің мемлекетте сыртқы демпинг жүріп жатыр. Міне, мен келсем, егерде біз қазір Ресей мен Қырғызстан мен Белоруссия мен экономикалық одақтан шығып кетіп, біз Өзбекстан сияқты шекарамызды бекітіп алсақ, бітті. Бізге бажылық, кедендік бажы бәрін қойып тастасақ, онда бізге елге әкеме кіргізбейміз, өзіміздің ішкі фермаларды дамытамыз, сүт шаруашылығын дамытамыз дейміз. Сондай саясат қолданылып, бірақ бір экономикалық аумақта болып жатып, бұл өте үлкен қателік жіберіп жатқан. Сондықтан да бұның экономикалық негіздемесі жоқ, әлеуметтік негіздемесін қарайық. Әлеуметтік негіздеме ол былай, қаншама жұмыс орны. Бір 2000 бастық фермаға шамамен 50 адам жұмыс жасайтын шығар. Жарайды, 100 адам жұмыс жасайтын шығар. 100 адам жұмыс жасамайды, өйткені онда бәрі роботизированный, әрбір 80-100 бас малға бір оператор сияқты. Сонда қарасаңыз шамамен 50 адам. Бірақ сіз сол 2000 бастық фермадан алатын әрбір шаруаға, сен міне семейный ферма аш. Семейный ферманың бейімділігі жоғары. Конкуренцияда сен семейный ферма аш десе, оны 200 қазаққа үлестіріп емес, несиеге беруге болады. Ол сонда 200 қазақтың жұмыс орны болады. Қазақстан азаматының жұмыс орны болады. Ол қаншама салық төленеді, ол қаншама жұмыс орны. Сонымен қоса олар деген бәрі бір жерде шоғыланбаған ғой. Ол деген әртүрлі ауылда, сол ауылдың балаларына, сол ауылдың мектептеріне сүт беріледі. Мына фермалар ауылдың мектептері ешқайсысы айналыспайды. Бұлар тек қана фермаға, заводқа жібереді. Одан кейін сүттің сапасы әртүрлі болады. Фермадағы сүт пен фермердің сүтінің сапасы әртүрлі. Сондықтан осы орайда менің позициям, мен бұның ар жағында экономикалық та, әлеуметтік те, сонымен қоса азық-түлік қауіпсіздігін де шешетін шешім ретінде көріп тұрған жоқ. Сол Жамбыл облысына барған кезде мен ана кооперативтерді зерттеп бардым ғой. Бұл кооперативтер қаншалықты тиімді болады. Бұны біз солтүстік өңірлерде енді пилоттық жобаны жүзеге асыруға бола ма, болмай ма деген сияқты зерттеу жүргіздім мен. Кооперативтер Жамбыл облысы масштабтық. Біз кооперативтерге қазір айналып келсек, біздің шәкірттерге сөз берейік, өйткені бұл кісілердің жобасын білмейміз де, содан кейін ортақ талқылау болсын. Ал, Арайлым? Жақсы, Арайлым. Не жоба, қандай жоба? Кооперативтер, олардың даму жобасы, яғни фермерлерді жинап, то есть бір ауылға бір сондай орталықтар, яғни там жылқыдан, то есть мал, азық-түлік деген сияқты. Мал шаруашылығы бойынша бір кооператив, өсімдік бойынша бір кооператив, картоп өсіретіндер өздері бір әлеме, сүттегілер өзі дұрыс. Өйткені бір ауыл өзін-өзі толықтай қамтамасыз етуі қажет.
өйткені то есть менің ойымша, егер ауыл өзін солай қамтамасыз етсе, жұмыс жағынан, азық-түлік жағынан және тағы да басқа, олар жаңағыдай қалаға кетпейтін еді. Кішкене поддержка болсын, иә, міне осындай дүние мысалы оңтүстікте бар. Сарыағаш, жоқ, Жамбыл облысы деген енді бұл бәрі идеал деуге қате. Ол жерде кемшіліктер өте көп, иә. Ол өкіметтің бүйтіп қолмен құрған дүниесі ешқашан дұрыс болмайды. Айтайын деп едім жаңа соны. Оның барлығы олай бұл кооператив деген өзі жерден басталу керек, ел бірге бастау керек. Міне негізі кооператив жоқ, бірақ сондай ұйымдасу Сарыағашта, Түркістан облысы Сарыағашта, тепличниктерде. Сіздер ойлайсыздар ма, Қызылордада Сарыағаштан күн аз түседі деп? Жоқ, Қызылордада одан да көп түседі. Бірақ ол жақта жылыжайшылар құрылған жоқ, ол жақта біріккен жоқ. Ал вот Сарыағашта бәрі бірікті, соның арқасынан не ұтады? Барлығына да пленка керек. Бір адам барып Шымкенттен пленка алып келді, немесе Алматыдан, Астанадан, немесе ол жақта біздің есептеуімізше 3000 ба 4000 ба тепличник бар. Қараңыз, 1200 гектар, әрбір гектарға шамамен 20 адамнан 20 мың кішігірім тепличниктер бар. Үйлерінде жасаған, соларға барлығына жағы дәрі керек, солардың барлығына минералды тыңайтқыш керек, соның барлығына пленка керек, соның барлығына темір керек, соның барлығына капелька керек. Ана Сарыағашта шоғырланған жаңағының барлығы, соның барлығына көлік керек, соның барлығына рефрижератор керек, соның барлығына холодильник керек. Бір мысал. Екінші мысал Қарабұлақ мал базары. Қарабұлақ мал базары деген бұл кооперативтің нағыз өзі. Бүкіл Қазақстанның малын, анау шығыс Қазақстан, солтүстік Қазақстанның апарып бәрі Қарабұлақта жемдейді. Неге? Қарабұлақта барлығы бізде мынаншама мал деп бәрі егін егеді, бүкіл ветеринарлар сонда қызмет етеді. Қаншама? Қателеспесем 100 ба 120 ма мал соятын орын бар. Шетелге экспортқа жіберіп жатқан Қарабұлақ. Фуралар Қарабұлақтан. То есть табиғат емес, халықтың өзі, нарықтың өзі сондай кооперативті қалыптастыру керек. Кооперативтің түп қазығы сол жерде. Олардың ортасында кооператив деген ғана былай ресми не ғана жоқ, жазу ғана жоқ. Әйтпесе бір-біріне қарызға беру, тұқымды қарызға алу, өзінің малын қарызға сойып қасапханаға бере салу, ол апарып сатып алып келу, ортасында ақша жүрмейді даже. Үйтіп жағы бір айдан кейін қанша 3 күннен кейін 5 күннен кейін ақшасы түссе бұлай болады. Сондықтан бұл кооперация деген солай жүру керек. Жамбыл облысындағы кооперация, ешкім маған әріптестер ренжімесін, ол кезінде Асқар Мырзахметов деген ағамыз болды, сол әкім ретінде кооператив болу керек деп енді ерлік жасады, бірақ оның барлығы қолдан құралған искусственный кооперативтер. Өкіметтің құрған кооперативтары. Сол кезде Қазақстан бойынша 3000 кооператив құрылды, соның 1900 жабылып қалды. Неге? Өйткені құлағынан сүйреп әкімдер құрған кооператив. Сондықтан да зерттеуіңіз дұрыс, сол жағына қарай бағыт алсаңыз, бірінші іздеу керек табиғи, органикалық түрде өзі құрылған. Сондай бір кооперативті құрды, біреу Челикский фермері деген, енді мен нақты детальдарын білмеймін, бірақ идеясы дұрыс. Бірақ ол жерде бір ғана ерекшелік бар, оны тоже негізге алуға болмайды. Неге? Өйткені Philip Morris компаниясы оларға алды да бастапқы бәленбай миллион қаражатты берді, олар соны айналдырып арқарай еліп алып кетті. Егер де бізде кооперативқа 100 миллион, 200 миллион болса, әрине ұйымдастырып алып кетуге болады. Ол да таза бір мысал ретінде жарамайтын. Кішкене ымталандырайын деп сізге айтқаным ғой. Біз енді жетекшісі ретінде сөйлейін. Арайлымға бағыт беретін мен. Мен не жаз десем, соны жазады ғой. Өйткені зерттеуді бірге жүргізіп жүрміз, Арайлым өзінің де көзқарастары бар. Дегенмен жетекшісін енді бағыт ретінде тыңдайды ғой Арайлым. Біз кооперативтерді дамыту, мемлекеттік саясатты біз қолдаймыз. Ол дұрыс. Расымен жаңағындай
бір өнімді алып келуге жеке барғанша, біреу барып алып келсе, барлығына керекті затты барлығына толық алып келсе, ол әрине шығындарды төмендетеді деген сияқты. Өнімдерді тасымалдау шығындары, удобрение жаңағыдай, оның бәрі шығындары төмендейді ғой. Ол жағынан кооперативтерді құрған дұрыс. Бұрынғы кездерде ол тиімді жұмыс жасаған. Енді біз осы кооперативтерді мемлекеттің саясатын қолдап, арайлым, тағы докторантым бар, неше шәкірттеріміз бар. Біз жобаны да ұсынып қойғанбыз. Енді грантты қаржыландыруға бір жоба ұсындық. Бұл жерде кооперативтерді дамыту жақсы, бірақ бұл табиғи жолмен жүзеге асырылу керек. Ол үшін оның ұйымдастырушылық, басқарушылық механизмін жасасақ. Бірінші, шаруаларға оның қаншалықты тиімді екендігінің негізін жасап көрсетсек, бір шаруашылықты табиғи жолда құрсақ, шаруалар өзін жеке шығындалмай, барлығы бір ұжымдасқан түрде табиғи жолмен, өз еркімен біріксе, біз бірінші халықты, шаруаларды психологиялық тұрғыда дайындасақ деген ойымыз бар да. Соған опрос жасасақ, соларды қалай бірігуге болады, олардың ойларын білсек, оларға мүмкін өзіміздің ойымызды айтсақ, шетелдік тәжірибелерді көрсетсек, видео роликтерді шетелде қалай ұйымдастырылды, барлығын осылай бір ауылды жинап шаруаларға, әрбір ауылмен, әрбір фермерлермен жеке осындай психологический қараңыз, жасасақ деген ой бар. Мынандай дүние, жаңа ғана Жамбыл облысын бітіріп тастайықшы. Неге ана 3000-ның 1900 жабылып қалды? 2800 болған. 2843 па сонша кооператив болған, соның 1900 жабылып қалды. Неге? Жаңағы мемлекет кооперативті құрғанда ол таза битті. Кім кооператив құрады, соған любой затына 50% субсидия деді. То есть 50% тегін. Сол кезде шын кооперативті, өтірік кооператив, а зачастую былай болып кетті. Әкімнің бауыры, қайын жұрты, балдызы, ағайын туғаны солар кооператив құрып, газель алып алды. Газельдің 50%-ін төлеп берді. Молочно-товарный ферма, танкер қойып алды, 50%-ін. Бірақ келесі министр келді де, жоқ олай жағы 50% төлеуге болмайды, ермен қатар 25% алсын дегенде бітті. Ананың барлығы өмірге бейім болмай қалды. Көрдіңіз бе? Өмірге бейімді болу керек. То есть, ол жерде рыночный нарықтық конкуренция болу керек. Кез келген дүниені жасауға болады, бірақ ортақ тарапта дейді ғой, сол жаңа ғана сол кооперацияны неге тұншығып қалған жөнінде. Ал сіздің ойыңызға келетін болса, жаңа мен қайталаймын, мынау бір қызық идея болып тұр. Сіздерге тіпті мынау тектен тек емес қой, әрі жаңа ғана сіздердің алдарыңызда кім келіп кетті? Александр деген жігіт келіп кетті. Сол Ақмола облысы бойынша осы қой шаруашылығы бойынша кооператив құрсақ, маған ақыл кеңес беріңіз, қолдаңыз деп келіп кетті. Мен оған шаруашылыққа барамын, Сондықтан идеямыз былай. Ақмола облысында 100 000 бас қой бар. Ол 100 000 бас қайдан шықты? Ол маған айтады. Жағы бір қанша 1000 ба, 2000 ба қойды жинайық, ауылдан былай шығарайық, барайық, шынбе жайылымды реттейміз, ұрықтауды реттейміз, асылдандыру, ветеринарияны реттейміз. Кооперативтің плюстары жетеді. Содан кейін алысқа апарып жаямыз, онда біз жайылымның тозбауына әсер етеміз деп сол жобасын айтып отыр. Соны мен оған айттым, Александр, оның да арманы, баяғыдағы менің бала күнімдегі арманым, осыдан 20 жыл экспортқа қойдың етін шығарамыз дейді. Экспортқа қойдың еті керек. Но бірақ біз оны шығара алмай жатырмыз. Неге? Мен де қиялдадым ғой. Мен қиялдап жүргенде тоже гемшир деген тұқымды асыраймын ғой. Мен Европаға апарсам, менің гемширімді бәрі таниды, алам дейді. А біздің Еділбайды апарсаң, айтады, танымаймын, білмеймін дейді. Ол марка сияқты. Toyota, Volkswagen сияқты, олар өздері брендті алу керек. Қойда да олар өздері брендін білетін тұқымды алу керек, брендті алу керек. Соң айттым, Александр, негізі есіңізде болсын, ондай экспортқа шығам десеңіз, сізбен сөйлеседі, сіздің артыңызда қашан 100 000 бас қой тұрады деді. Ол ойланып тұрды. А бізде Ақмола облысында жалпы қанша 4-5 ауданымызда, бізде әрбір ауданда 20 000-нан 100 000 бас қой бар деді. Енді келесі жол біз ол кісімен жолығамыз, давай сенің қалайна елді біріктіреміз деп. Сондықтан да егер сіздер ақпараттық жағынан, насихаттық жағынан қолдасаңыздар, мен де сіздерді қолдаймын. Негізі сондай бір Ақмола облысында пилоттық жоба жасап көрелік. Оған керек негізі, түп негізі селекция генетика. Оның барлығын бір тақырыпқа біріктіру керек. Мемлекеттің қолдауы бар. Мемлекеттің қолдауы, субсидия бар. Асыл тұқымды мал, менің қосқан үлесім болсын, менде асыл тұқымды қошқарлар бар. Ғылыми сопровождение бар.
оқу ағарту жағын Иә, оқу насихаттау ағарту жағын жағында, дұрыс елге жүргізсек. үгіттеу жағына бар. Одан кейін жаңа сіз ана кооператив дегеннен мынандай болды. Мен бұл кооперацияны үгіттеуді осыдан 8 жыл бұрын ба сол кезде бастағым. Сол кезде мынандай проблема болды. Мен ауылға барам да, кәдімгідей адамдармен кездесіп өткіземін. Сол кезде айтамын ғой, кооператив болып бірігейік дегенде бір кооператив етіп селк ете қалатын. Неге? Неге? Білесің ба? Білмедім. Себеп тарихи, яғни үрей. Бізде Совет одағы құлаған кезде нелер колхоз, совхоз директорларды жекеменшілендіру керек қой, жекешелендіру, иә. Сол кезде өкімет мынандай қағида қабылдады. Жекешелендіру жүреді, колхоз, совхоздың барлығын кооператив жасаймыз. Мына сода жұмыс жасайтын ауылдың тұрғындары сол кооперативтің мүшесі, ортақ мүлкі болады. Міне бұл жекешелендірудің бірінші этапы. Одан кейін шаруа қожалықтар құрылса, одан кейін ол екінші этапы деді. Әдетте бүкіл Қазақстанның колхоз, совхоздардың бәрін кооператив жасады. Кооператив жасады да, колхоз, совхоздың директоры автоматически кооперативтің директоры болып кетті. Бірақ сол кезде кооперация заңында мынандай қателік кетті. Кооперативтің директорында 25% дауыс. Любой шешім қабылданғанда, баяғы ол ғұлама бәрін біледі. Сол үшін 25% берді. Ветеринар, главный зоотехник, анау мынау өзінің жаңағы маңайындағы командасы артынан мафиясы болып кеткендермен, олар спокойно 51%-ды жинап алды. И сондықтан да ауылдардың малы, жері қалай аналар барлығын сатып, құртып, сойып тастады. Өйткені мыналарда заңды кворум 50%-лық шешім болды, 51%-лық шешім болды. Ең бірінші қате кеткен, 25% ана төрағаға берген болған. Бұның сол 8 жыл бұрын бұл өте үлкен қатты не болды, маған кедергі болды. Бүгінгі күнде сол 8 жыл бұрынғы мен сол маған қарсы пікір айтқан ағалар еске түсірсем, барлығы жастар үлкен ағалар болған. Ой, біз кооператив білеміз, жек кеткен бізді, алдап кеткен бізді деген, е. Қазір олар жоқ. Олардың бәрі тарихи аренадан былай қарай өтіп кетті. Олар қазір шешім қабылдамайды. Олар экономикалық әлеуетті топ емес. Қазір жас буынмен жеңіл болады жүргізілген. Сондан сіз айтқандай жаңағыдай кедергі болды. Иә, біз өткенде осы үкімет сағатында ауыл шаруашылығы министрлігінен өкілдері келді. Олар енді пилоттық жобаны солтүстік өңірде жүргіземіз. Біз бүйтеміз, кооперативтерді құрамыз солтүстік аймақтарда деді да. Сосын мен айтам, сіздер барасыздар, ойбай құрамыз деп құрасыздар, ол тиімді нәтиже бере ма, бермей ма? Ол өздігінен құрылған жоқ. Психологически оларға дайындық керек, оқыту керек, ағарту жұмыстары жүргізу керек. Солай өздігінен құру керек. Сіздер барасап құра салам, ол Жамбылдағы сияқты болып жүрмесін деп айттым. Сол жерде айттым мен. Олар соны ненің несінде қандай бағдарламаның аясында жасағысы келеді? Ауыл аманатының ауыл аманаты үшін бүгін солтүстік Қазақстан сөз естіді. Өйткені ең дайын емес, ауыл аманаты бойынша ең төмен баға берді жаңа Ерлан Жақанұлы Қошанов. Ауыл аманаты бойынша тек қана ол кісі емес, жалпы мемлекеттік рейтингте солтүстік Қазақстан облысы ең төмен деңгейде. Ең төмен деңгейде. Әрине, мына жерде мен тіпті бар ғой, мынау кооперативтердің қалай, мына жерде Жамбыл облысы бұл пилоттық жобаның аясында ғана тұр ғой, сол ауыл шаруашылығы басқармасының орынбасары айтты, біз қаржы бөлсек қана сол жылы дүркіреп тұрған шаруашылық сол ары қарай дамиды. Қаржыны, субсидияны кесіп тастасақ бітті, ол банкротқа кетеді. Бұл деген дұрыс емес деп сол кезде айттым. Соны прям мен сондықтан сіздерге ұсыныс, егер жасаймын десеңіздер, мен Александрмен келесі жолы барам кездесем. Одан кейін сіздермен бірге бір ғылыми, нақты тәжірибелі бір жоба бастайық. Жақсы, біз соған... Бірақ енді қаржыландыру жағынан сіздердің жүріс тұрыстарыңыз, біз оны білмейміз енді қалай болатын. Оны шаруаларға жүктей алмаймыз. Сіздер оны өздеріңіз жағы бір гранттарға, бірдеңелерге дайындаңыздар. Гранттық жобаларға біз жобамызды бердік. Докторантым бар, мен бар. Менің докторантым ол психолог. Көрдіңіз бе? Психолог менеджментке кетіп тұр, менеджмент в АПК-ға келіп тұр. Мен экономист менеджер в АПК-мын. Бұл агроөнеркәсіп кешеніндегі менеджмент. Докторант та сондай агроөнеркәсіп кешеніндегі менеджмент, магистратурасы психолог. Жанұя өзі туралы айтсын, біз бұл сөз білмедік.
Бұл управление бизнесом и предпринимательством мамандығы. Әдемі. Иә, Германиядан өте жақсы тәжірибесі бар. Жанұяға сөз кезегін берейік. Жалпы осы зерттеуімді неге мен таңдадым? Германияда бізге Дойле Нинбург деген атты учебный центр бар үлкен. Ол жерде 80 мыңға жуық адамдар жылына келіп оқытылады екен. Яғни агрономдар, инженерлер болсын, барлық мамандар аграрлық Бұл не? Университет па не? Жоқ, ол учебный центр Германиядағы. Ол біздің университет сол жаққа жібереді. Жоқ, ол не қылған учебный центр Германияда? Учебный центр практикаға көбінесе нені береді? Сол жерге барады. Иә. Сіздің айтып отырғаныңыз агропарк емес па? Агропарк. Иә. Ол жерде агропарк деп аталады. Бізде Ол жерде ғалымдар жүр. Иә. Ол жерде студенттер жүр. Ол жерде үйренем деген шаруалар, фермерлер жүр. Ол жерде бірдеңесін сатам деген жағы енді бизнес сообщество ғой осы агроном. Солар жүр. Соның барлығының жалпы атауы агропарк. Иә, онда агропарк. Иә. Сіз сол жерде болып келдіңіз. Иә, яғни олар мен агротуризм саласын таңдадым практиканы өтуге. Жүрегім ай деп қойсын қазір Тілеубек ағам. Агротуризм таңдаған болатын. Соны, бірақ біз оның территориясында өткен жоқпыз. Әр бала тек қана шефі алып кетеді. Сол жерде біз бірге сол шефке қарай, мен ойлаймын, ол наоборот жаңағы Германияның өзінің халқына деген көмегі ғой. Жаңағы арзан жұмысты тауып беру, ал бізге ол опыт ретінде, тәжірибе ретінде жақсы. Солай алмасу. Ал ол льготный болып саналады студенттерге. Ал басқасы, жаңағы мен Казагро Казфарм выставкасында болған болатын, сол стендте тұрдым. Кураторларын, сол Германиядағы кураторлардың орындарында болған болатын, олар Германияға кету керек болғасын. Сол кезде қаладым студенттер келгенін, оларға консультация жасалғанымды, немесе собеседованияны қалай өту керек екен, бірақ тек қана агрономдар, инженерлер келді. Сол үшін агротехника деген выставканы естісеңіз, Ганноверде болған, соған да олар агробизнес тур сатқан болатын. Жалпы сосын оған қоса бізде семинарлар болған практика уақытында. Яғни бізді Гримма және Амазон деген атты компанияларға экскурсияға барған. Біз барлығын өз көзімізбен көрген болатынбыз. Басында бізді презентация жасатып, кәдімгідей қазақша. Гримма деген әлемдік картоп өсіру бойынша ең лидер компания, екіншісін аталады. Амазон оларда көбінесе инноваторлар болып саналады неде, нарықта, өзім байқағанымнан. Өткен олардың бізге представительдер презентациясын жасап жатқанда көрсеткен болатын, қаншама олардың қалай қатты жаңағы трактордың, оларда кішкентайырақ тракторлар Гриммаға қарағанда, бірақ олар өте умный трактор болып жасалады, максимально умный трактор. Өздерінің приложениялары бар, сол приложениялардан өзіңіз қарасаңыз болады. Сосын оларда мысалға есте сақтайды, қанша жаңағы суарғанын, сосын келесі күні айтуы мүмкін, мысалға бүгін күн осындай шықтыр, біз кеше осыншама процент су құйдық, енді осыншама су процент құйған дұрысырақ болады. Мониторинг жасап тұра ма сонда? Иә, мониторинг жасап тұрады. Иә, біз соны көргенде... Бұл ана суару жүйесі ма? Или не бұл? Суару жөнінде неге әңгіме қозғалды? Жалпы сол бір инновациялардың бір түрін ретінде... Су үнемдеу, суару технологияларына олардың бір инновациялары, Олар өздері сол агротехникада, өзім ұмытып тұрмын қазір қандай неден алғанын, бірақ олар бірнеше инновациялардан өздерін ұсыныс берген, көрсеткен өздерінің инновацияларын, содан орын алған болатын. Негізі сол жерде практика өткім келген болатын, жаңағы айтқанда болатын сол жердегі, бірақ Қазақстанға келе кейбір жағдайларға байланысты ол кейінге шегерілді. Сондықтан мен өз сүт өнеркәсібіндегі Моя ферма деген атты предприятияға өзім немді ұсындым, жобамды. Негізі мен басында сол Амазон үшін... Ол жерге не жаңалық ұсындыңыз?
маркетинговый стратегияларды көбінесе ұсындым, өйткені олардың өздері енді дамып келе жатыр. Жаңа олар цехтарын көбейткен болатын, және оларға қазір ең бастысы нарықтарын 10%-ға капиталын көбейту. Сол жағынан сөйлескенде мен көрдім, барлығын жаңағы онлайн продажалардан азырақ ақша келеді, 200-ден астам нелермен қарым-қатынаста сотрудничествода магазиндермен поставлять етеді. Содан жаңағы онлайн продажаларын көбейтуге өзінің ұсыныстарымды көрсеттім оларға. Қазір олар қарастырып жатыр. Енді қараңыздаршы, жаңағы жанұяны айтып отырған, одан кейін мен де айтқаным агропарк. Бізде елімізде білім беру тек қана білім емес, сонымен ол жерде сен білім ғана алмай-ақ қой. Агротуризм, агропаркта, агротуризм бойынша барған адам ана жерде сиырды сипалайды, қоян ұстайды, ана шөпті көреді, бірдеңе жасайды. Балалар барады да, ол да туризмға жатады. Кішкентай балаға, балабақшадағы балаға табиғатпен ол да агротуризм. Студенттер барады да, бұларға тапсырма береді, ана сиыр сау, қаншама сүт беріп тұр, соны анализ жаса, сүтінің сапасын қара, ауырып тұр ма, ол лактация периоды қалай жүріп жатыр, буаздығы қалай, анау студенттер. Докторант, магистранттарға ал бұның рационын өзгертсек, бұл бізге қандай қайтарымдылық болады? Егер біз бұған музыка ойнатып қойсақ, бұдан қалай сүті көбейе ма, азая ма? Жаңа тұқым, жаңа асының, жаңа тамағының рационын өзгертсек, ол не болады? Ал соның барлығын жағы ғылыми жетекшілері бәрі сол жерде отырады. Бір жерде ана біреу, мен әлі есімнен кетпейді, бәрі әйтеуір бір-екі отырып алған бір шөптің түбінде выдыхать етіп отыр. Ох деп, енді үлкен кісілер, бұлар не десем, бұлар ғалымдар дейді. Ана жерде балалар ойнап жүр. Ана жерде жаңағы қыздар трактормен өздері айдап, ананың тамағын беріп, өздері сауып, өздері тәжірибесін өтіп отыр. Ол біздегі көргенім, Германиядан көргенім. Одан кейін Кореяға бердім. Кореяда агропаркқа жұмыс жасаса да, жасамаса да, агропарк әрбір ауданда бар екен. Әрбір аудан орталығында агропарк. Сол жерде фермерларға сен бірдеңені сатуың үшін, кез келген компания, сен біріншімен агропарктың территориясында өсір, мынау өнім берсін. Содан кейін сен фермер, мені көр, мен мынаны беріп жатырмын. Бізге қазір өтірік тұқым, өтірік гербицид, пестицид, өтірік минеральный удобрение, неше түрлі пирамидалар, бәлен, био, органик, анау-мынау деген қосып қояды да, фермерларды әбден алдап бітірді. Агропарк деген бұл сондай дүниеде. Сондықтан сондай агропарк Қазақстанда болса, мына ғылым болатын еді. Өйткені біздің кураторлар керек па? Деп сұрайын дегенде. Керек па? Керек деп ойлаймын. Өйткені біздің осы кураторларым Германиядағы Қырғызстанмен солай агропарктың, жаңағы Дойло Нинбургтың Дойло Нинбургтағыдай құруға Қырғызстанда да не істеген барған болатын. Сол жерде олар сонымен де айналысады екен. Естіген бойымша жаңағы олардан көп адамдар сұрайды екен, қалай осындай сіздердікіндей нені центрда ашуға болады, қандай оның кітаптары бар, қандай неден оқыдыңыздар деп. Олар өздері айтады, түсіндіреді, егер сондайдан көмек керек болатын болса, хабарласуға болады. Тамаша. Сонымен бұны бәрі ойлап жүргенде осыдан 2 жыл бұрын Алмасбек алды бірінші агропаркты сала бастады. Жетісу облысы Үштөбе қаласының жанынан агропарк салдық. Соның бірінші ұйымдастыру жұмыстары, бірінші кооператив құрғысы келіп жүрген, уже бір определенный бір команда шықты. Команда болды, мұқтаж, қалай десем, кімге бұл керек болып тұр? Оларға маркетингті керек. Қазір, міне 4 күн осында бізге неге келеді? Құрылтайға керек. Бір 10-15 ең бірінші бөденешілер келе жатыр. Біз солардың қазір курсын жаздық. Қазір соны оқытып жатырмыз. И бұл бөденеші деген мыңдаған бөденеші бар екен. Онда бұлай болсын, сол жігіттерді мен келейді, таныстырайын. Кооперативін құрып берейік, мен заңгерлерімді берем, олардың маркетинг планын жасап берейік, саудасына көмектесейік. Конечно, о жерге жаңағы ғылыми еңбегіміз үшін болашақта не болып жатса деп, о жағын мен сіздерге келістіріп берем. Сонда міне
тағы бір жоба шығып тұр. Қалай қарайсыздар? Бұл уже дайби, одан кейін ол жерде уже агропарк салып тұр. 2 этажды, мен қазіргі гостиница сияқты каждый номерінде сумен. Бізге ғылымға ренжиміз ғой. Енді бұл жалпы көрермендерге болсын, біз ғылымға ренжиміз. Бірақ ғалымдарға біз фермер, өкімет, мемлекет тиісті деңгей қамтамасыз ете алмаймыз. Менің өзімнің мал шаруашылығында ғалымдар, үлкен ақсақалдар, жас қыздар келеді. Біз ғылыммен айналысқымыз келеді дейді. Мал енді фермердің жағдайы қалай? Бар бәленбай адгонға 150 километр жерге қып-қызыл құмның ішінде мына өрімдей қыздарды жіберміш. Жарайды, ол жерде бір отбасылы, бір сондай фермер болса, жарайды, өзі баратын. Әйтпесе ол жерде енді жұмысшылар жалпақ тілмен айтқанда кейде бомжды қылып қойып, жұмысшы қылып қояды. Ондай жерге қыздарды қалай жібересіз? Олармен бірге жағдайға ғалымды қалай, сізді қалай жібересіз? Сондықтан да сондай болмасын деп, біз арнайы жасап қойған уже агропарк бар. Егер барамын десеңіздер, Талдықорғанға барыңыздар, сіздерді күтіп алады. Күтіп алады да Үштөбеге апарады, сол жерде 2 күн, 3 күн жатыңыздар. Бір какой-то идея, толқу, бірдеңе, бір идея болып жатса, келіңіздер, айтыңыздар, іске асырайық. Қазір жерге бөдене ұстауды бастап жатыр. Қазір міне бүгін теплица салып жатыр. Оны да біз ауыл аманаты бағдарламасы аясында оқытқымыз келеді. Бөдененде, ненде біз оларға несие алып бергіміз келеді. Олардың бизнес планын, анау-мынаусын жаттау керек. Это маркетинг. Солардың барлығын пирамидасын құрып, оларды вообще-то бізбен Астанада, қазір Астана қаласының әкімшілігі бізді қолдап жатыр. Нарыққа шығарамыз, келген базарға сіздердің өнімдеріңізді шығарып беруге көмектесеміз деп жатыр. Қандай тамаша. Ол да бар. То есть бізде мына жерде енді былай шаруалардың міне жаңағы кішігірім шаруалар бірігу басталуда. Фундаментті агропаркті біз жасап қойдық. Енді осы жерде ғылыми, интеллектуалды қолдау жасайық десеңіздер мархабат. Енді оны жалғастырып, қазір біз Астанада салайын деп отырмыз. Өйткені бұл елордамыз, Астананың жанында да басшы келсе де, қонақ келсе де апаратын сондай агропарк болу керек. Қазір енді жерін алдық, бізге енді ғимарат сол жағына жұмыстану керек. Енді өз тарапымыздан жазға, күзге дейін оны да шешеміз. Так что міне екі агропарк сіздердің қолдарыңызға келе жатыр. Ары қарай ұқсату енді сіздерге де байланысты. Жақсы. Біз бар күшімізді салып кірісеміз, жұмыс жасаймыз, еліміздің дамуы үшін, әйтеу халықтың тұрмыс жағдайын жақсару үшін деген ғой. Бір отбасына бір тұрақты жұмыс көзінде, тұрақты жұмысқа қабылданса, тұрақты табысы болса, соған үлес қоссақ та біздің үлкен жетістігіміз деп санаймыз. Ол бір екінші ғылымның жаңағы несі, жаңағы Абайдың сөзімен текке айтқан жоқпыз ғой. Дүние де сол, мал да сол, ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді. Басқа қазақтың шаруалар өзіңіз айтқандай осыны біліп жатса, ол біліп жату үшін ақпарат көзі керек. Ақпарат көзі енді ғана міне Қазақстан ұлттық арнасы Аида Балаева ханым назар аударды. Енді ғана Қазақстан ұлттық арнасында бірінші бағдарламалар дайындап жатыр, ғылымға бөлген. Енді ол алғанша қалай болады екен? Менің арнам Алмасбек KZ, кез келген Facebook, Instagram, TikTok сіздердің нақты айтып жеткізетін жобаларыңыз болса, ақпараттық қолдау ғылымға, білімге тегін. Тағы не жасап берейін? Тағы не жасап берейін? Мен мынау Facebook деген... Кешірім сұрайын, тағы да мен бұның бәрін жалғыз жасап отқан жоқпын. Мына жерде Тілеубек деген ағаларыңыз отыр. Бұл кісі Монғолияның проуының ба? Фауының Монғолия бойынша қызметкері болған, ілімі бар, агротуризм десе асын жерге қояды. Сол бойынша да келіп тұрыңыздар, ақылдасып тұрайық, хабарласып тұрайық. И жағы агропарктардың жобасын үйлестіруші, басқарушы осы кісі жалпы. Сол өте тамаша. Енді бір қызық әңгіме болды. Енді бұл тек қана сіздерге ғана жасап отырған ұсынысым емес. Бұл қайтадан айтамын, қазақ ғылымының әр саласында, егер де біздің агропарк аясында
жасаймын деген осындай жұмыстар болса мархабат, барлығына да ашықпыз. Одан кейін біздің ақпараттық қолдауымыз осылай келіп өз жобаларыңызды айтып беру, ғылымға ол да керек. Өзіңнің жасап жатқан дүниеңді елге дәріптеу, сол арқылы өзіңнің жаңағы қолдаушыңды, сол арқылы өзіңнің бір ой, өзіңмен осы ойда жүргендерді, енді қалай дейді оны қазақша жалпақ тілмен айтқанда, жағы өзіңмен бірге осы мүдделестерді табуға бұл ақпараттың күші, әлеуметтік күш өте зор ғой. Сондықтан да оны да сіздерге ұсынуға дайынбыз. Рахмет. Мынау сұхбат өте керемет болды, ұнады ма сіздерге? Мен сіздің мынау Facebook дегенге мен отырмайтынмын, уақытымды алады деп мүлдем өшіріп тастағанмын. Жолдасым айтты, ауылдық шаруашылығын дамытуға өте көп үлес қосқан осы кісімен сіз жолығыңыз. Сол үшін Facebookқа тіркелдім. Алмасбек үшін ба? Цукерберг. Facebook дегенде отырмайтын адам. Сосын тіркеліп көп жаңалықтарды, кейбір ақпараттарды естимін. Кеше форум туралы естіп қалдым да, сосын группаға айттым, осындай аграрлық менеджмент деген сабақтан беремін 4-ші курстарға. Біз оған тіркеліп, форумға келуге де сондай тіркеліп қойдық. Тамаша, өте үлкен рахмет осыны ұсынып отырғаныңызға. Бізде бір секция бар. Агробілім, агроғылым, агротуризм. Соған жоқ, сіздер өздеріңіз ғана тіркелмеңіздер, сіздер студенттарды алып келіңіздер, басқа әріптестеріңізді алып келейік, осылай талқылайық. Жаңа біздің агропарктың, мен ойлаймын, сол жерде бір жақсы піскен дүниесін шығарамыз. Ол кісілерге де Талдықорғанға қандай жоба болады, болмайды, Тілеубек өзі модератор болады сол жерде, мен де сол жерде боламын, бұл маған өте маңызды. Сол сияқты жаңа ветеринария факультеті бойынша сіздерге қатысы жоқ, бірақ онсыз біз сапалы өнім ала алмаймыз, ауыл шаруашылығы өнімі болмайды. Ветеринарияны бітірген біздің магистрант ветеринария таныстар. Соларды шақырсаңыздар, өйткені бізге ветеринарияға күрделі реформа керек. Президент айтып отыр, бірақ өкінішке орай бір шалалықтар болып жатыр. Бірақ ол шалалық болады, егер оны талап етіп бағыт беруші болмаса. Солай емес пе? Сондықтан ол қауымға да дұғай сәлем айтыңыз ветеринар әріптестеріңізге. Онда 4-і жаңағы секциялық отырыс, 5-і жалпы үлкен отырыс, 2-үне де студенттармен, жаңағы ғылыми әріптестеріңізбен бірге келіңіздер, күтеміз. Жақсы ма? Рахмет. Онда құрметті қауым, дүние де сол, мал да сол, ғылымға білім бөлсеңіз дейді, ғылымсыз елдің дамуы мүмкін емес, инновациясыз. Одан кейін бүкіл әлемде мынандай статистика бар. Бүкіл әлемде ауыл шаруашылығының өнімінің 52% кооперативтерден өндіріледі. Түсінесіздер ме? Бұл қандай күш? Сондықтан ауыл шаруашылығы инновациясыз, ауыл шаруашылық кооперациясыз және ауыл шаруашылық білімсіз болашағы жоқ, бұл елдің болашағы жоқ. Сондықтан бәріміз соған атсалысайық. Бәріңізге рахмет, келгендеріңізге рахмет. Рахмет.